Жүректі адамға деген махаббатқа емес, Аллаға деген махаббатқа толтырған жөн. Адамдар жүректі жаралайды, ал Алла оған шипа береді. Саған қолдау керек кезде сені тастап кеткен адамдарды ұмыт. Бірақ оларға қолдау керек кезде сен көмек беруге аянба. Сен басқа адамсың. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей, оны жинаумен тең. Адамның ең әлсіз тұсы біреуге деген сезімі. Келдің бе, ешқашан кетпейтін оймен кел. Кеттің бе, ешқашан келмейтін оймен кет. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Адамның қалтасына көк ақша түскен сайын кеңкие түседі, ал жүрегіне иман ұялаған сайын еңкейе түседі. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Ашуланғанда жанжал шығарып, айғайлаған адам қауіпті емес. Ашуланғанда бәрін бақылап, үнсіз қалған адам қауіпті. Сен айттың, мен сендім. Сен тағы қайталап айттың, мен күдіктендім. Ешкімге ештеңе дәлелдеме. Саған сенетін адам дәлелсіз ақ сенеді. Сенбейтін адамды не жасасаң да сендіре алмайсың. Адамды екі нәрсе қатты өзгерте алады. Бірі, өмірінде жаңа адам пайда болса. Екіншісі, өмірінен бір адам кетсе. Айтқаның шындық болса, ешқашан ешкімнен қорқпа. Себебі аққа Құдай жақ. Саған уақыты жоқ адамға сен де уақытыңды жоғалтпа. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Тіпті сенің қалай қиналып, талпынып жатқаныңды ешкім көрмесе де, уайымдама. Алла бәрін көреді.